банктер мен микроқаржы ұйымдары халықтың әлеуметтік осал топтарына санатына жататын және төтенше оқиғалардан зардап шеккен қарыз алушы жеке тұлғаларға комиссиясыз кемінде 3 ай мерзімге кейінге қалдыру беруге міндетті. Егер халықтың әлеуметтік осал топтар санатына жататын қарыз алушының айналысқа дейінгі 2 айдағы орташа айлық табысы алдыңғы 12 айдағы табыспен салыстырғанда 30%-дан астам төмендеген жағдайда кейінге қалдыру беріледі. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезінде кейінге қалдыру ұсынылады. Аталған нормалар 2025 жылғы 31 тамыздағы өзгерістер мен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі басқармасының 2025 жылғы 16 шілдедегі номер 82 қаулысымен бекітілген.